Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті қызметінің өзекті бағыттарының бірі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл және нашақорлықтың алдын алу болып табылады. Тек 2025 жылдың қаңтар айында есірткі бұзушылығының 32 фактісі анықталды. Заңсыз айналымнан 17 килограммнан астам түрлі есірткі заттары алынды. Мысалы, полиция департаментінің қызметкерлері бір ай ішінде қылмыскерлерді ұстаудың бірнеше шараларын жүргізді. Олардың барысында есірткі заттарын өсіретін 8 есірткі зертханасы жойылды. 27 қаңтарда полиция департаментінің қызметкерлері Петропавл қаласының аумағында есірткі заттарын таратуға қатысы бар басқа қаладан келген 2 азаматты ұстау бойынша арнайы операция өткізді. Тергеу әрекеттері барысында ішінде ақұнтақ тәрізді зат бар түйіншектер, электронды таразы, тыйым салынған заттарды буып-түйуге арналған қаптама материалдар тәркіленіп алынды. Тәркіленіп алынған мефедрон және альфа-PVP синтетикалық есірткілерінің жалпы салмағы 260 граммнан асты. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде. Ішкі істер министрі жариялаған профилактикалық жыл шеңберінде жастар арасында нашақорлық пен есірткі қылмыстарының алдын алу бойынша тиісті жұмыстар атқарылды. Түрлі форматта 90-нан астам іс-шара өткізілді. Әлеуметтік желілерде тарату үшін ақпараттық бейнероликтер дайындалды. Полиция департаментінің қызметкерлері есірткі заттарының заңсыз айналымына қатысты заңнамадағы өзгерістер туралы азаматтарға хабарлау үшін брифингтерге, подкасттарға, бағдарламаларға қатысты. Сондай-ақ облыстың оқу орындарының студенттері жария сот процестеріне шақырылды. Жастармен кездесулерде өткен жылдың желтоқсан айында түсірілген есірткі таратушылар туралы жаңа деректі фильм белсенді көрсетілуде. Солтүстік Қазақстан облысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөнінде жұмыс жалғасатын болады.